тілінің 43-ші сабағына қош келдіңіздер. Бүгін тақырып сөйлем. Бірінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Нанды қадірлейік. Балалар, біз мәтінді толықтай түсінеміз, мәтін сөйлемдерден құралған бөлік болып саналады. Мәтінде неше бөлім болады? Дұрыс айтасыңдар, 3 бөлім болады. Кіріспе бөлім, негізгі бөлім және бұл соңғысы қорытынды бөлім. Ендеше нанды қадірлейік. Нан еңбекпен табылады. Диқандар көктемде жерге тұқым себеді. Одан егін өніп шығады. Оны жаз бойы күтіп, баптайды. Күзде астықты комбайнмен орып алады. Содан соң машинемен қабылдау орындарына жеткізеді. Бидайдан ұн тартады. Ұннан неше түрлі нан пісіреді, суреттегідей, немесе тағы да басқа. Сосын мұның бәрі адамдардың еңбегі. Сондықтан да нанды қадірлеуіміз керек. Балаларға арналған Балдырған журналынан. Диқандар көктемде не істейді, балалар? Осы сәтте, дәл осы көктем айында диқандар не істейді? Дұрыс айтасыңдар, жерге тұқым себеді. Бидайдың, күріштің өздеріне күз айында жинау үшін барлық өнімдерді көктемде еңбек етеді. Астықты қалай жинайды? Бидайды мысалы комбайнмен орып алады, ол шыққан соң. Сосын машинамен қабылдау орындарына жеткізеді. Мәтін неліктен нанды қадірлейік деп аталған? Дұрыс айтасыңдар. Себебі нан келуі, оның әрі қарай пісуі, оның барлығы үлкен еңбекті қажет етеді. Қазақта мақал бар, ас атасы нан деген. Ендеше екінші жаттығуға мән берейік. Орны ауыстырылып берілген сөздерден сөйлем құрап жаз. Ал жазып көрейікші. Нан еңбекпен табылады. Екінші, сондықтан оны қадірлеуіміз керек. Балалар, енді әр сөйлем неше сөзден тұрады? Сөз деп отырғанымыз, міне, мынау, нан деген сөз болып айтылады. Әр сөйлем сөзден құралады. Ендеше нан еңбекпен табылады. Неше сөз? 3 сөз, жарайсыңдар. Ал енді нан айтып көріңдерші, неше сөз? Сондықтан біреу, оны екеу, қадірлеуіміз 3, керек 4, 4 сөзден тұрады. Балалар, мына ережені міндетті түрде есте сақтаңдар. Сөйлем сөздерден құралады. Сөйлемдегі сөздер бір-бірінен бөлек жазылады. Мысалы, балалар мектепке келді. Балалар, осы жерде неше сөз бар? Балалар мектепке келді. 3 сөз бар. Сөздер бір-бірінен бөлек жазылады. Ендеше мына мен көрсеткен сөзді де айтып көрейік. Менің анам асыл адам. Мына жерде сызықша қалып кетіпті. Мына жерде сызықша бар. Анам асыл дегеннің екеуінің ортасында. Менің 1, анам 2, асыл 3, адам 4. Сонда бұл неше сөзден тұрады? 4 сөзден тұрады. Үшінші жаттығу. Сөз жұмбақты шеш. Ал енді балалар, тақырыпта біз дәнді дақылдар жөнінде нан туралы айттық. Ендеше сөз жұмбақты соған байланысты болмақ. Шешіп көрейікші. Дәнді дақылды не деп атайды? Тары деп атасақ болады. Немесе бұл жерге басқасы келмейді. Мысалы, күріш те жатады дәнді дақылға. Тағы қандай? Бұршақ бар, бұл Т әрбінен басталып тұрғаннан кейін тары деп жаздық. Жер жыртатын құрал не деп аталады? Соқа деп аталады. Астықты қай жерде кептіреді? Жауап, қырманда кептіреді. Астық оратын машинаны не деп атайды? Комбайн деп атайды. Ал нан пісіретін адам кім?
балалар? Ендеше соны комментарийге дұрыстап жазып кетіңдер, иә? Сараңнан бір тілім нан сұрағанша аштан өлген жақсы. Бұл мақал. Мен сендерге 3 мақал ұсынып тұрмын. Сол 3 мақалды жаттап алыңдар. Және бұл мақал мәтін болып есептеледі. Менімен қосылып оқыңдар және қанша сөз бар екенін байқайық мақалда. Сараңнан бір тілім нан сұрағанша аштан өлген жақсы. Ал енді есептейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мұнда 8 сөз бар. Енді екіншіге қарайық. Пеш ысыса нан күйер дейді. Пеш ысыса нан күйер. 4 сөз бар, е? Қырман басы береке, көп жүрген жер мереке. Ендесе санайық. Қырман 1, басы 2, береке 3. Көп 1, жүрген 2, жер 3, мереке 4. Сонда 3-ке 4-ті қоссаң 7 сөз бар екен. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойың.